Сәлем қыз келіншектер, бүгінгі менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Шаңдағы Жыныс Мейрамбай қызы. Мен акушер-гинеколог дәрігерімін. Егер де менің каналымнан пайдалы акушерство гинекологияға қатысты құнды ақпараттарды білгіңіз келсе, подписка жасауды, лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар колокольчикті баса кетіңіздер, өйткені сіздерге менің әр кезде шығып отырған видеоларым туралы сіздерге уведомление келіп отыратын болады. Ал кетті қыздар, бүгінгі тақырыпта біздер қарапайым халықта айтатын молочница туралы айтатын боламыз. Яғни біздің медициналық тілде ол кандидоз деп аталады. Жалпы сіздерге бүгінгі тақырыпта кандидозды түсіндірмес бұрын мен сіздерге жалпы әйелдің ағзасындағы, яғни қынабындағы қалыпты микрофлора туралы айтуым керек. Жалпы әйелдердің қынабының микрофлорасында жақсы және жаман бактериялар, сонымен қатар лактобактериялар болады. Мен сіздерге бұл жерде қарапайым қыз келіншектерге түсінікті болу мақсатта медициналық тілде емес, қарапайым тілде айтуға тырысып жатырмын. Яғни жақсы микрофлора және жаман микрофлора болады. Плохие, хорошие бактерии деп айтайық. Солар бір-бірімен қалыпты жағдайда тату-тату өмір сүріп жатады. Егер де сіздің қынабыңызға қандай да бір условия, яғни жағдай туса, ол кезде оның микрофлорасы бұзылуы мүмкін. Мысалы, мынандай қалыптыда тұрған микрофлора екеуінің бір-бірінің балансы бұзылуы мүмкін. Баланс бұзылса, біреуі көбейіп, біреуі азайып кетеді. Яғни жаман бактериялар көбейіп, жақсы бактериялар азайып қалады. Лактобактериялар мысалы азаяды. Жаман бактерияларға мысалы біз шартты патогенді микрофлора деп айтамыз. Оған гардронелла, уреоплазма және тағы да басқа бактериялар жатады. Жақсы бактериялар олар лактобактериялар, молочно-кислые бактерии деп айтады. Олар қалыпты жағдайда біздің қынабымыздың микрофлорасында перекись водород деп айтады. Сутегі асқын тотығын бөліп отырады. Сонымен қатар жағы әртүрлі бізге келген инфекциялардан, бактериялардың қорғаныштық қызметін атқарады. Яғни қорғандырушы қызмет атқарады. Енді қараңыздар, ол қай кезде микрофлора бұзылады, яғни жамандар көбейіп, жақсылар азайып қалады. Ол бірінші жаңағы өзіне жақсы условия болған кезде. Ол қандай условия? Бірінші, сіздер антибиотиктерді өте көп ішкен кезде, мезгілсіз, показаниясыз өте көп антибиотиктерді ішеді, соның нәтижесінде болуы мүмкін. Екіншіде, мезгілсіз, жаңағыдай показаниясыз спринцевание жасау. Спринцевание деген, яғни қынапты жуу әртүрлі содамен, сонымен қатар марганцовкамен деген сияқты әртүрлі нәрселермен жуу. Тоже жаңағы молочницаға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі жаңағы құрамы жұмсақ емес, жесткий, яғни поверхностно активное вещество бар гельдерді, яғни жұмсақ емес гельдерді, ол туралы мен сіздерге айтатын болам, интимный гельдерді, яғни құрамы жұмсақ емес интимді гельдерді қолдану. Тоже сонымен қатар тағы бір нәрсе бұл тесный іш киімдерді кию, сонымен қатар тәтті тағамдарды өте көп жеу, яғни инсулинорезистентность, қанда сахар көбейіп кететін болса, осындай условия туындауы мүмкін. Осындай условияның нәтижесінде сізде молочница пайда болады, яғни кандида. Кандида тоже негізі қыздар қараңыздар. Бұл тоже қалыпты жағдайда өмір сүреді кандида. Ол жаңаға мен айтқан жақсы бір өзіне условия пайда болған кезде көбейіп кетеді. Сол көбейіп кету нәтижесінде сізде молочница пайда болады. Оның шағымдары қандай? Ашу болуы мүмкін, қышу мүмкін, қызарып кетуі мүмкін, қызарып кетеді. Сонымен қатар жаңағы творог сияқты ақ бөлінділер пайда болады. Енді сіздер оны қалай емдейсіздер? Бірінші жағдайда сіздер оның причинасын емдеу керексіздер, яғни причинасы не? Егер антибиотикті көп ішіп жүрген болсаңыздар, антибиотиктерді тоқтату, тесный іш киімдер киіп жүрген болсаңыздар, жаңағы хлопковый іш киімдерге ауыстыру, тесный джинсы тоже кимеу керек. Сонымен қатар жаңағы төсеніштеріңізді күнделікті қолданылатын ежедневке уақытылы ауыстырып отыру, сонымен қатар тәттіні азайту. Тәттіні азайту керек. Егер жаңағы сонымен қатар глюкозаға, яғни қаныңызды сахарға тексеріп көруге болады. Сонымен қатар біздер ем кезінде противогрибковый, яғни
саңырауқұлақтарға қарсы ем қолданамыз, жергілікті ем және таблетка түрінде. Оны сіздерге мүмкіндігінше желательно гинеколог дәрігері тағайындайды. Яғни сіздер осы шағымдарыңыз болып жатырса, жаңағы мезгілсіз, яғни показаниясыз жаңағы нәрселерді спринцеванияны қолданбай, әуелі гинеколог дәрігерге барып, мазокнофлору тапсырып, сонымен қатар жергілікті ем, системный ем алғаныңыз дұрыс. Егер қыздар бүгінгі менің тақырыбым сіздерге пайдалы болса, подписка жасауды, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар қыздар.